Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге езілмей дәмді болып пісетін картоп қосылған вареникелердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жуып тазаланған картоптарды осылай бөлшектерге бөліп, татымына қарай тұз қосып, және су құйып, баяу отта картопты пісіреміз. Енді картоп піскенше қамырын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнға осылай ортасын ашып, жұмыртқа қосамыз. Егерде көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, 2 жұмыртқа қосуға болады. Кейін жылы суға тұз қосып жақсылап араластырып, осы тұзды суды біртіндеп құя отыра, жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа етіп қамыр илейміз. Міне қамыр дайын болды. Осы қамырдың иі қанғанша жақсылап осылай басып, 15-20 минуттай тындыруға бетін жауып қоямыз. Міне картопта пісіп дайын болды. Артық суын төгіп, сары май қосып, картопты еземіз. Ішіне пияз қуырып қоссаңыздар да болады. Міне жақсылап еземіз. Міне қамырдың да иі қанды. Енді вареникелерді жасаймыз. Қамырдың біраз бөлігін алып, қалған бөлігін бетін жауып қоямыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп жасап, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Кейін ұн сеуіп, үстінен басып, оқтаудың көмегімен жұқалау етіп жаямыз. Барлығын осылай жасап алғаннан кейін ортасына картопты салып, вареникелерді түйеміз. Осылай барлық вареникелерді түйіп алғаннан кейін мантаварканың табағын майлап, барлығын осылай орналастырып, қайнап тұрған суға қойып, 20-25 минуттай пісіреміз. Енді подливасын дайындаймыз. Сары майға сарымсақты салып, алтын түстес болғанша жақсылап қуырамыз. Вареникелер дайын болды. Ыдысымызға салып, подливкасын құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне осылай буда пісірсеңіздер өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған Салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.